Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Асқат Кизет. Бүгін біз ютубқа қалай видео салу керекін үйретемін достар. Лайк басып каналға тіркелгендеріңізге рахмет достар. Бүгін қалай ютубқа видео салу керекін үйретемін. Ютубқа кіреміз достар. Кірген соң мына жерде мен өз фотомды көрдіңіздер ғой. Соны басамыз. Сосын мой канал дегенге кіреміз да. Өздеріңіз канал ашып аласыздар. Міне мен өзім видео салғандар. Мой каналға басамыз. Сосын мына жерде міне видео сүйретіп тұрады, камера сүйретін басасыздар мына жерде. Міне бастыңыз. Міне басқасын мен мына видео бүгін тағы видео түсірдім сіздерге. Міне ой, тілеймін. Істеп жазасыздар. 8 тағы да осы жерге міне тағы да қайталайсыздар. Тілеймін. Жақсы. 2018 істейсіздер да. Сөйтіп мына төбесіне добавить информацию деген басасыздар. Міне артымен өзіміз қалдым. Асқат Бекбосынов деп жазсаңыздар шығады. Мына видеоларды көре аласыздар. Dream League қазақша 2018. Мынау 100-ге дейін толу керек на процентті көрдіңіздер ма? Бірақ оны алайда міне тола берсін. Мен сіздерге мынаны ескертейін. Тоқтай тұрыңыз достар. Видео салған кезде достар, мынандай открыто деп жасап қойыңыздар. Жаңа сіздерді көрсетуге ұмытып кетпін. Қазір мен мынаны үйретіп жүрейін. Видео. Міне достар, қазір көрсетемін сіздерге. Қазір бір любой видеоны қосып жіберейін достар. Міне жаңа мені жазасыздар да өйстіп. Міне открыть доступ по ссылке. Соларды мыналарға қоймайсыздар да открыть доступ деп бүйтіп басасыз. Сонда ғана сіздің видеоңызды барлық адамдар көре алады. Ал мыналарға қойсаңыз, ол өзіңіз ғана көре аласыз. Басқа адамдар көре алмайды. Соны айтайын дегенім. Міне осылай достар. Міне 17% болды. Достар, видео ұнаса лайк басыңыздар. Комментарияда тіркеліп. Сіздермен болған Асқат Кизет. Амандықта кездесейік. Сау болыңыздар.